Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай ресторандағыдай бір жасағаннан шығатын цезарь салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомның соңына дейін менімен бірге болып, каналымнан алыстамай арнама қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыз. Ендеше салатымызды бастайық. Ең алдымен қажет заттарымыздың барлығын әзірлеп аламыз. Содан соң пекин капусталарын дәл видеодағыдай қолдың көмегімен ұсақ бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Барлық капусталарымызды бөліктерге бөліп болдық. Енді қалған заттарымызды турауға кірісеміз. Ең алдымен жұмыртқаларымызды турап аламыз. Менде қолдың жұмыртқасы, егер сіздерде бөдене жұмыртқасы болса, сол түрін пайдалансаңыздар да болады. Содан соң черри қызанақтарын да екі бөліктерге бөліп аламыз. Егер сіздерде черри қызанағы болмаса, кез келген қызанақ түрін пайдалана берсеңіздер болады. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап, құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Қызанақтарымызды турап болдық. Енді тауықтың сүбесін өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Мендегі сүбе суда, қайнап тұрған суда 40 минут шамасында пісірілген сүбе. Артық қалған заттарымызды сәндік мақсатта алып қалатын боламын. Барлық заттарымызды турап болдық. Енді салатымыздың үстінен 3-4 тісше сарымсағымызды да ұсақтап салуды ұмытпаймыз. Сарымсақ біздің салатымызға өте ерекше дәм беретін болады. Сол себепті міндетті түрде қосыңыздар. Содан соң үстінен кепкен нандарымызды саламыз. Менде дүкеннің арнайы сухарилары. Егер сіздерде дүкендікі болмаса, үйде өз қолдарыңызбен әзірлесеңіздер де болады. Енді үстінен 3-4 ас қасық майонезімізді салып, салатымызды жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Майонездің орнына кез келген соус түрін қоссаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді тәрелкемізге салып, безендіріп, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет салаттардың бір екенін мен айтпасам да білетін шығарсыздар. Енді үстіне қатты сырымызды үкіштің көмегімен өткізіп сәндеп шығатын боламыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.